Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін құрамына секретный ингредиент қосылған тауық етінен жасалынған бәліш дайындайтын боламыз. Ал бисмиллах деп кірісейік. Ең бірінші біз ұнымыз бен сары майымызды үгітіп аламыз. Осындай үгіткіштің көмегіне жүгінсеңіздер де болады, немесе терка арқылы салқындатылған майымызды ұнның көмегімен өткізіп аламыз. Қажетті мөлшерлерін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Менімен бірге болып, бірге жасайық. Осы үгіткіш арқылы үгітіп аламыз. Өте тез үгітіп береді. Ұнымызды үгітіп болғаннан кейін біз осы қамырға қосылатын келесі сұйық массамызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге қаймақ, жұмыртқа және разрыхлитель керек болады. Үшеуін жақсылап біркелкі масса болғанға дейін араластырып аламыз. Бөлек ыдысқа жаңағы үгітілген сары майымыз бен ұнымызды салып, үстінен сұйық массамызды құйып, қамыр илейтін боламыз. Басында біздің қамырымыздың басы бірікпей, шашыраңқы болып тұрады, ол жағынан шошымаңыздар. Жақсылап иленгеннен кейін бізде біркелкі әдемі қамыр иленіп шығады. Қамырымызды бірден қолдана берсек те болады, немесе 30 минут холодильникте демалдырамыз. Келесіде біз салмасына көшейік. Ең бірінші картопты 4 бұрыштап турап аламыз. Мөлшерлерін описание бөлімінде жазып қалдыратын боламын. Осылай 4 бұрыштап турап аламыз. Келесі кезекте бізде пияз бен тауық еті. Бұларды да жаңағы үгіткіш арқылы үгітіп аламыз. Тауық филесін қолдансаңыздар да болады, немесе сан етінде қолдансаңыздар болады. Егер үгіткіш болмаса, қолмен ұсақтап 4 бұрыштап турап аламыз. Мен үгіткіштің көмегіне жүгіндім. Маған өте жылдам, тез үгітіп берді. Міне осылай үгітіп аламыз. Пиязымыз бен тауық етін үгітіп алғаннан кейін татымына қарай тұз, приправа қосамыз. Самсаға арналған приправа қосамын мен ылғида. Келесі кезекте міне етімізді үгіткішке бөлшектеп турап салып, жеңілірек болу үшін ұсақтаймыз. Турап береді яғни бізге. Міне бізге үгіткіш осылай майдалап турап береді. Оны да жаңа картопымыз бен пияздың үстіне салып, салмамызды ары қарай дайындаймыз. Татымына қарап тұз саламыз. Самсаға арналған приправа қосамыз, суреттегідей. Және де видеоның басында айтып өткендей, секретный ингредиент ол бізде 33% сливки. Сливкидің орнына қаймақ қолдансаңыз да болады, немесе қолдың сүтін қолдансаңыздар да болады. Бұл не үшін қосылады? Бұл бізге пирогымыз сочный болу үшін қосылады. Салмамыз дайын. Жаңағы илеп алған қамырымызды 400 және 300 грамм қылып бөліп аламыз. Немесе теңдей етіп 2 бөлікке бөліп алсаңыздар да болады. Осылай 400 граммдық бөлігін пирогымыздың астыңғы бөлігіне жақсылап жайып аламыз. Үстіне салмасын салып, бетіндегі қамырымызды астында қамырға қарағанда кішілеу етіп жаямыз. Бізде духовкамызды алдын ала 200 градусқа қыздырып аламыз. Міне қамырымызды осылай үстіне қойып, жан-жағын жақсылап жабыстырып шығамыз. Жабыстырып шыққаннан кейін өзіңізге ыңғайлы етіп өріп шықсаңыз болады. Менің рецепттерім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басуды, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Міне осылай шетін бәрін өріп шығамыз. Өріп шыққаннан кейін бетіне жұмыртқа жағамыз. Жұмыртқаның тек сарысына аз ғана мөлшерде сүт қосып жақсаңыздар да болады, немесе құр жұмыртқаның өзін жақсаңыздар да болады.
Мен құр жұмыртқаның өзін жақтым. Жақсылап араластырып алып, пирогымызға жақсылап жағамыз. Жан-жағына, төбесіне, бәріне жақсылап жағамыз. Бетіне кунжут себеміз. Кунжут сеуіп алғаннан кейін, жаңа видеода көрсетілгендей вилкамен әсемдік үшін осылай сызып шығамыз. Кунжут сеппей тұрып та жасасаңыз болады. Енді пешке алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 35 минут пісіреміз. Ас болсын.